Саламатсыздар ма, құрметті көрермен? Бүгін міне клематистерді қалай не істеу керек, жабу керек, сол жайында сіздерге, егер білмейтін кісілер болса, айтып жіберейін. Енді керемет ондай опытым болмағанмен, бірақ бір 3-4 жылдық опытым бар. Мынау мысалға үшінші группа деген жаңағыдай түбінен кесіп тастайтын клематистер. Яғни түбінен бір 10-15 сантиметрге қиып тастаймыз. Болды. Солай. Мысалы, менде мына жер розалармен бірге жабылады, сол себепті ештемемен жаппаймын. Ал егер сіздер ешқандай өсімдікпен не істемеген, өзі ғана өсіп тұрған болса, мысалға перголада, аркада, болмаса үйдің жанында деген сияқты, ондай жағдайда не істейміз? Егер де үшінші группа болса, онда жаңағыдай 15-20 сантиметр қалдырып кесеміз, мына қалғанын бетіп жерге жатқызып, мынандай ящикпен немесе андай үлкен қара өсімдіктердің шелектері бар, түбінде тесіктер бар, сондаймен бетін жауып, одан кейін үстін сізде қандай материал бар, мысалға, ол спанбонд па, спанбонд деген қазір барлық андай не дүкендерде бар. Жаңағыдай өсімдіктердің препараттарын сататын садовый центрлерде бәрінде бар. Мысалы, үстіне клематисімізді осылай жауып аламыз. Одан кейін жылы болсын деп спанбонд болмаса, мынау менде енді андай мына үй қора болсын бірдеме салған кезде төбесіне А, Б деп айтылады. Мынау жаңағыдай жылулыққа ма тартады осыны. Үстіп, менде осындай енді неше жыл бойы мен осының бір немесе 2 рулонын алам күзде. Сонымен розаларымды жабамын. Осылай міне, мысалы, мен бұнау ұзын болғасын мен қиып тұрған жоқпын. Өзіңізге керек қылып 2 немесе 3 қабатта осындай материалды осылай жабамыз. Оның үстіне міндетті түрде мынандай пакет керек болатын болады. Ол мейлі қандай болса да, дүкенде 2-3 теңгеден метрлеп сатады ғой, солда болады. Болмаса үйіңізде қандай пакет бар, осылай бәрін жақсылап мына жерін артығымен қалдырамыз, 4 жағынан да. Сосын осы 4 жағын таспен немесе ағашпен тіреп қоямыз. Не үшін? Мына су өтпеу керек. Жалпы клематис қатты сулы жерде орналасқан жақсы көрмейді. Осылай үшінші жаңағыдай группадағы клематисті солай несейміз. Мен әлі қиған жоқпын, өткені черенок алғым келеді. Сіздерге тағы бір алдында клематисті көбейту туралы, көбейтіп оны отырғызғандағы туралы осы алдындағы видеода бір нәрсені айтпай кетіппін. Міне қараңыздар, мына жерде мына клематистер тұр. Соның мына 1-2 сабағын мына жерден бетіп, мына жерге ұзынынан ойып, әншейінчек бетіп, қолмен ойып бетіп, шұңқыр жасап алдым да, сол жерге мына 1-2 сабағын бетіп отырғыза салдым. Мынаның түбі қалыңдасын деп. Ал егер де сізге не керек болатын болса, бөлек клематис отырғызғыңыз келетін болса, болашақта, онда әр керектен ұзыннан траншея қылып, немесе шұңқыр қылып, мынаның 1-2 ұзын талын алып, ұзыннан сіз қазбайтын жерге жаңа ұзыннан отырғызуға болады. Сонда болашақта бұйырса 1 жылдан кейін немесе 2 жылдан кейін алдындағы менің видеомдағыдай жақсы клематис ала аласыздар. Мысалға міне, осылай міне, осының өзінің аналық түбінен айырмайсыздар. Осы қалай бар, солай тек мына бетіп, мына отырғыза қоямыз, бетіп жауып отырғыза қоямыз. Бұйырса 1-2 жылда, 1 жылда тамырланады, 2 жылда кешегідей жақсы өз алдына бір клематис шығады. Жалпы мына сөздің реті келіп қалып жатқасын айтып қалып жатырмын. Бұл видеом негізі жаңағыдай жабу жайында.
келесі менде келесі клематис бар. Бұл екінші топтағы клематис. Екінші топтағы клематистер мынау. Переде деген мына клематисім. Видеомды көріп жүрген кісілер болса. Бұны не істейміз? Бұны метр жарым мысалға ұзындықты аласыз қиып. Және мына барлық сабағын жерге әдемілеп жайлап жатқызып, мына түбіне орап жатқызып, сөйтіп жабатын боламыз. Дәл жаңағыдай жабатын боламыз. Ол өзі тұрса да, болмаса мына розалармен жаңағыдай жабылатын болса да, міндетті түрде сөйтіп жабамыз. Неге? Өйткені олар деген өте тоңғыш келеді. Мына екінші группалар. Олар мына оңтүстіктерге жақсы. Оңтүстік аймақ болса, жаппасаңыздар да болады. Қатты минусовой температура болмаса, оларда көбіне жақсы қыстайды. Біздердікіндей емес. Осылай, жалпы мына передені жаңағыдай кесемді қатты ұзын қалдырмаймен. Өйткені қанша жапсам да бізде қыстамай тұр болшы. Сол себепті розалармен бірге жабылады менде. Розалармен жабылған клематистерімнің ешқайсысы, Аллаға шүкір, өлген жоқ, ауырып қалған жоқ, жақсы қыстан шығады, өте жақсы шығады. Ал бірінші топтағы клематис ол княжіктар, мына княжік. Егер сіздерде княжік алып қойған болсаңыз, уже оны ешқандай жаппайсыз. Міне осылай, осы үйге қыстап шығады ол. Олар енді 40-тан жоғары температураларды жақсы көтереді. Көзге таман жапырақтар өте әдемі болады. Сары, айналасы қоңыр, күрең қызыл бір бояп қойған сияқты. Және мына тұқымдары осылай ілініп тұрады қыс бойы. Келесі көктемде бұйырса клематисім көктеп келе жатқан кезде қағып түсіретін боламын. Әлі де жасыл жапырақтар бар. Күн жылығасын қайтадан не істеп жатыр, оянып. Негізі бір суытып, бір мұздағанда жақсы емес. Мына клематисімнен де жасыл сабақтар көріп қалдым. Негізі алдында барлығын аяз ұрып тастаған еді. Дәл осылай барлық клематистерімізді жауып шығатын боламыз. Одан кейін мысалға ең бірінші видеоларымды көрген болсаңыз, осының алдағы видеоларымды Балберстен мына кішкентай нелерді алған едім. Көрген болсаңыздар. Енді не істеймін? Күз болып бұйырса, мына сабақтары жақсы пісіпті уже. Мына бір сабағын қиып алып қалам өзіме көбейтуге. Ал бір сабағын қазір бір-біріне оратылып қалыпты. Бір сабағын көміп тастаймын. Мына жерді күттай қазамды көміп тастаймын. Одан кейін мына өзінің несі бар ғой? Мынандай кішкентай крышкасы, жаңа шелек. Осымен жабам. Одан кейін үстіне үлкендеу менде көп шелек. Сонымен жабам тағы да. Дәл жанағыдай не істеймін? Бетіне жанағыдай спанбонд болмаса жанағыдай менікіндей материал, строй материалдан алуға болады оны. Ашқы, бышқы деп айтады, білмеймін атауы қалай екен. Болым тақы сізде онда еш нәрсе болмаса, кәдімгі қапшықтар бар ғой біздің. Оны алатын, шекер алатын. Соны жақсылап қабаттаңыздар да бетіне пленкамен, кәдімгідей полиэтиленовый пленка міндетті түрде су өтпеу керек. Әзір жаппаймыз. Мен бұл видеоны ерте түсіріп жатқаным, мүмкін білмейтін кісілер болса, ертең күн суытқан кезде жауып үлгерсін деген ниетпен айтып жатырмын. Әбден күн өзі толық минус температураны ұстамайынша жаппаймыз. Әбден минус болсын, сол кезде тұрақты минус болған кезде жабатын боламыз. Мынау да мысалға әлі жасыл, мына жерге дейін жасыл екен. Мына жағы піскен. Сол жасыл жерін қиып аламын да, ал мына қоңыр болып тұрған жерін көміп тастайтын боламын. Қиып алып көбейтіп көремін. Мына жерде де бір клематисті отырғыздым. Бұны да дәл солай жабатын боламын. Ешқандай қиындығы жоқ. Жалпы клематис деген андай арам шөп сияқты екен да. Бір жерде өссе, мысалға мен ана жерден кардинал руж деген
немді алып салған едім. Соны кешегідей орнын қазған кезде кәдімгідей әлі күнге дейін тамырлары тұр да, тірі тамырлар. Жалпы клематистің тамырлары қалып қойса, сол жерден бір күні болса бір күні шығады екен уақыт келе. Сондай олар живучий өсімдіктердің бірі екен. Осы егер ақпарат пайдалы болса, лайк басыңыздар, контентімді қолдап жіберіңіздер. Мысалы мына жерде мынау мен Хегли гибрид деп алған едім, бірақ бұл қазір уже қарай келе клематистермен көп таныса келе, бұл Ян Павел деген клематис бар екен, соған өте жақсы ұқсайды. Жаңағы Хегли гибрид негізі астынан бастап гүлдейді да, өзінің сабағы қай жерден бар сол жерден. Мынау биік дегеннен кейін барып не істейді. Және гүлі де ақшыл кәдімгідей. Енді мен ойлап тұрмын, осыны бірінші рет мына жерден қиып алып метр жарым соны әдемілеп жауып көрем биыл. Қалай қыстайды екен, егер сынып қалмаса. Бұлардың сабақтары жаңа виноградтың сабағы сияқты сынғыш келеді, сол себепті, бірақ көрем енді бұйырса. Сол саламатта болыңыздар. Түсінбеген, дұрыс айтылмай қалған жерлер болса, кешірім өтінем, комментарияға жазып отырыңыздар. Және менде мына жүрек, мына немді ұмытып кетіппін айтуға, Арабелла. Арабелла бұл деген жаңағыдай кішкентай почва покровный не, бұл биік демейді, қатты. Бұның түбі міне қалындады, мынау 3-4 жылдық қой деймін, қалдым уже. Бұны тек мен түбінен қия салам болды. Мына розамен бірге жабылады. Ештемемен андай жауып, не істемеймін. Өте жақсы қыстайды бұл. Түбінен ғана қиып тастайым болды. Розамен бірге жабам, сонымен кетеді. Және мына жердегі клематистерімді де айта кетейін. Бұл жерде де Purpurea plena және Purpurea plena elegans және Wilde Lion деген крупноцветковый клематис. Екі түрлі міне көрініп тұр, жапырағынан екі түрлі екен. Екеуі де үшінші топтағы клематистер. Түбінен 15-20 сантиметрге қиямды. Ештемемен жаппаймын, осы розамен бірге кетеді. Бұл жер ақ жер болғасын, ондай қатты не алмаймын. Осы күзде бар өсімдіктеріңізді көбейтіп қалыңыздар. Жақсы көбейеді ғой, негізі бір рет қолыңыздан келмесе тастап қоймаңыздар. Әр нәрсе нәтиже тек қана практикамен келеді. Сау саламатта болыңыздар.